Боданбыз ғой деп осыған көңіл жылыттық. Сенім жоқ бірақ, еркіндікті де ұмыттық. Бір-бірін соғып, соққанға бірақ сот болмай, бейбіт ел деген атаудан көңіл суыттық. Айнала қауіп, сенімнен кеткен адамдар, сыбайлас жемқор, қорқаулар менен сараңдар. Шындық айтпайтын, айтылса оққа ұшатын, әй әлем қара, біз жақта сондай қоғам бар. Түңіліп едік, түрілген екен түңілік. Бар екен шүкір, бар екен есті еңілік. Сөз таба алмай, жауабын таппай тыпыршып, сотталған тарап, сүрініп жатыр, жеңіліп. Білемін қазір, сен үшін атқан әр таң сын. Қарғадай болған ер жүрек батыр қалқамсың. Әділдік іздеп, жәутеңдеп жүрген қазаққа, сен ғана қорған, сен ғана қазір қалқансың. Үзілер сәтте үміттің жібі жалғанды. Шерзаттың рухы құдды бір қайта жанданды. Данадай батыр, қайтпайтын қайсар қызымен, қазақтың жүзі қан ойнап қайта нұрланды. Ақ құба жүзі, ақылды көзі, жайдары. Тәлімі бөлек, тәрбиесі де сай бәрі. Жүрегі таза, көңілі аппақ, иманды, тітіркендірді арыстан мінез айбары. Жан екен сондай, ісіне адал, жауапты, білімді екен, сұрағы өткір, сауатты. Жай ғана шындық, жай ғана таза ниетпен жинаба қалды, алғыспен қатар сауапты. Қиын ба сонда, адалдық айту, ақ болу, арамсыз тауып қаранан жебақ тоқ болу. Болмаса қиын қаршадай қыздан үлгі алшы, мақсаты оның қазаққа қонған бақ болу. Сенеміз саған, тайсалма таза жолыңнан, жеңесің бәрін, келеді сенің қолыңнан. Әділдік тусын, асқақтай түссін абырой, ашылсын бағың, жұлдызың тусын оңыңнан. Шерзатым, шер боп тындың шежіреге. Қанды қол өз қылмысын сезіне ме? Ел болып бір шарасын жасамасақ, шер соққыр шейбөрілер шегіне ме? Қанды қол деген менен, ол да пенде. Қателікті жасаймыз сен де мен де. Адасумен барды ма сол қылмысқа, мейірімнен өсті ме әлде кенде? Не көрінді інім-ау сонша саған? Маңдайыңнан сүймеп бет әлде анаң? Тексізсің бе соншалық ешкімі жоқ, туылмай ма өзіңнен әлде балаң? Қу арақ шайтаныңды билетті ме? Үйіңде әлде осылай үйретті ме? Мақұл ал, қылмыс болды, содан кейін титтей болсын өкініш күйретті ме?
Өкініш бар ма өзі жүрегіңде? Шынымен осы өлімді тіледің бе? Қанішер болсаң дағы адамсың ғой, шынымен бар үмітің білегің бе? Қалайша басқа қызық таппай қалдың? Қалайша оғың дойсыз оқтай салдың? Ер жүрек екенсің ай, онда неге сол боздаққа жекемес жаппай бардың? Шакалай, шакалсыңдар, малғұнсыңдар, ұрлық пен зорлық соққан бұзғынсыңдар. Шакалдарды босатқан су жүректер, кісі өлімін аңдыған құзғынсыңдар. Езгілеп бас сүйегін баласының, құшағын қанға бөгіп анасының, ұлым ғой деген сөзді қаперге алмай, қыршыннан қидың көздің қарашығын. Қазақтың маңдайына таңба болдың, әкенің ақ кеудесі қанға толды. Мейірім жылу кетті санамыздан, жүректе қалтырады, жанда тоңды. Қазағым, орнымызды білуші едік, өзімізбен өзіміз жүруші едік. Дәл мынадай шытырман соқтығысты тек шетелдік фильмнен көруші едік. Шерзат кетті соңынан шаңырағы, отқа оранды, күл болды, қаңырады. Келе алмаған келісім кекке айналып, нұрғанат деп енделі аңырады. Шерзат үшін әже де жылап еді, келініне сабырлық сұрап еді. Бүгін өзі жоқтап жүр өз баласын, неткен ауыр сұрапыл сынақ еді. Аға көмектесші деп қансыраған, Шерзатына жүгірдау қамсыз ағаң. Бірақ арсыз құзғындар одан сайын онсыз өлген баланы жаншылаған. Бар болғаны атана заң сұраған, иттік емес ақ адал ар сұраған. Ал шакалдар бостандық керек болып, сот орнына қан менен жан сұраған. Жемтігіңді жедің бе, жиіркенбей, адал еместігіңе түйір сенбей, әділетсіз, хайырсыз, тіпті осы шакалда да жоқ шығар үйір сендей. Қаржаубай да елінің хәлін ұқты, адал жүзі азапқа малыныпты, шыр-шыр етіп шығып ет шара сұрап, қос қолына көк кісен салыныпты. Шенділердің құлқыны қарайыпты, өздері тас боданнан зор ғайықты. Біздің елде бүгінде қай істеде, зардап шегушілердің өз айыпты.
Уайымы жоқ, қарындары тоқ екен, ауызы боқ, қарулары оқ екен. Арам ойын асырып ап жоспармен, бірақ бүгін есінде тым жоқ екен. Жарқылдайды күлкілері әдемі, бейқам көңіл күйге толы әлемі. Сотталдым-ау деген ой жоқ, уайым жоқ, жауыздықтың осы емес пе дәлелі? Дәлел іздеп, сот жүргізіп не керек? Өшкен отқа үміт шоғын себелеп, әділ өтсін, өтпесе де мейленді, Шерзат жүрек ұшып кетті, көп елек. Сағынды-ау, анаң сенің даусыңды, әділдікті іздеп әке таусылды. Ал сендердің жылауға еш құқың жоқ, сағынғанда баса аласың мауқыңды. Жүрегіңді жылатпасын жаман ой, бағып баптап өсіргенің аман ғой. Қарға болып әппағыңды аяла, өзің үшін періште ғой, адал ғой. Шеран отыр, жоқтап шерлі баласын, әже отыр сағынумен дарасын. Ал олардың уайымына қараңыз, инста тикток көріп қапты қарасын. Қазағым-ай, қайда қарай барасың? Тикток соқсын қара беттің қарасын. Сенің түрің кімге керек? Айтшы енді, тырнаған соң бар қазақтың жарасын. Мойындашы, әйтеуір бір ерлеші. Шындық айтшы, тек ақтала көрмеші. Айтпасаң да бәрін көріп алдық қой. Өзің сұрап, өзің жаза бер деші. Ата-ананың күңіренген жүрегін жұбатуға сөз таппаймын, білемін. Шарамыз жоқ, қол байлаулы, тілім бос. Әділдікті мен де бүгін тіледім. Тілгілету үшін итке тәніңді, ажал айдап әкелді ма жаныңды. Текке ағызып кетті өңкей қорқаулар, тамшысының құны қымбат қаныңды. Қорғау үшін ағаң айттың шағымды, ол да мықты, сес көрмеді шалыңды. Ағаң келіп саған қайт деп айтқан соң, неге үйде атырмадың таңыңды? Қайттың ғой, иә, бірақ неге оралдың? Жаның ізгет, ит пен құсқа тоналдың. Қазір сенің қандай күйің? Жайлы ма? Қай сұрақпен айтшы жаным, сұралдың.
қандай батыр ер жүрегең алтыным. Қорықпадың көрсең де жау қарқынын, сезбеуші едің өмірдің от жалынын, сездің бекен қабірдің тас салқынын. Қарғыс айттық, жөн ба білмейм, жөнсіз ба, адам жаны сонда сонша құнсыз ба. Уа жаратқан, қинамашы енді сен, жердегілер аямады онсыз да. Жанын Аллам, аялашы, тоңдырма, жұмағыңның қақ төріне қондыр да, кешіре көр үлкен кіші қатесін, ал қорқауды жадалай бер, оңдырма. Сен онсыз да әділсің ғой, білемін, жаза дайын тұрғанында, білемін. Қалың елді аузына қаратқан, сотқа да сол әділдікті тіледім. Әр ұйқасы, әр демінің құрбан-ай, астарында жатушы еді бір мән-ай. Қаламының ұшы тисе хит қылған, қазағының шоқ жұлдызы құрман-ай. Шумақ жазып жүрміз талай, біздер де, сіздей болу арман бірақ біздерге. Өлеңіңіз талай жанды жұбатып, талай төкті шуақ нұрын жүздерге. Бәз біреулер оғын таппай оқтауға, дайын отыр өсек тауып оттауға. Тоқтата алмай сөз доданда кірістім, ақын қызды ақындықпен жоқтауға. Енді оның жыр жазбайды қаламы, Раббысының осы болды талабы. Амалы да, қаламы да тоқталып, Алланың да көтерілді қаламы. Енді оның жазылмайды есебі, өз амалы өз басына жетеді. Ат өлсе де, хат өлмейді ақынның, тек өлеңі самал болып еседі. Жан дүнием жабығып жылап жатыр, көкейімде сан түрлі сұрақ жатыр. Бұл немене көктеде көктай қақпа, әр қыс сайын неге ұшақ құлап жатыр. Біреуінің қанатын оқ тесіпті, біреуінің қалтасын жоқ тесіпті. Компания қатесі деп табылса, ал бірінің себебі жоқ тесіпті. Билет алдау, әрбірі әр себеппен, әр кассадан өтті ау, әр кезектен. Сонша күткен үміті қонбай жатып, үзілерін білмеді ау бір мезетте. Жаппай өлім жанымды тіліп өтті, әдетте олар қонарда күліп өтті.
Бірақ бүгін қонуға асықпады, қонса өлім күтерін біліп отты. Қандай ғана сезімде отыр деген, қалай ғана өлімге бекін декен. Сатып алған билеті бұл жаққа емес, о дүниеге арналған секілді екен. Өз билетін өзіне сатып алды, арғы өмірге арнап жол ашып алды. Көк аспанда танысып ажал менен, тосын сыйын тағдырдың тосып алды. Тағдырдың дауылынан ығамыз ғой, әйелдер халқы аздап қуамыз ғой. Жүктілік қанша қиын өтсе дағы, қайтадан туамын деп шығамыз ғой. Маңдайға таңба болып басылса да, туыстар болды ғой деп ақырса да, құрсаққа сәби берсе құбаламыз, толғағың өлім болып шақырса да. Аллахым берген екен, қабылдаймын. Алламның әр бұйрығын мақұлдаймын. Бұйырса бұйырады, бұйырмаса байбалам салып бәле шақырмаймын. Бойымнан бөбегейсі аңқып жүрем, тәп-тәтті қылықтарын айтып жүрем. Аллахым нәсіп қылса қартайғанда, шалыммен ортасында шалқып жүрем. Баламен бірге өзінің несібесі, көгерет екен солай көсегесі. Неменеге осылар туа берет дегендердің ғайбатпен өсегісі. Аборт көрсей дегенді естідім мен, азап кімге баламмен шектіріп ем. Өзім қарап келем ғой теттейінен, тыйын тіпті сұрамай ешбірінен. Аман болсын әкесі балдарымның, құзырынан шықпаймын жан жарымның. Артық кетсем оқырман ренжімеңіз, шаршап кетем сөзінен жан жағымның. Мен келгім келмеді. Анашым, мен бұл әлемді көргім келмеді. Бірақ саған деген махаббатым сөнбеді. Сол үшін де, сен үшін де біраз күрестім, өлгім келмеді. Мама, сен адалсың. Адамдар сені сыртыңнан көрсе, мен сені ішіңнен көрдім. Тіпті сен ұмытқан кезде де мен бар жан жүрегімді тек саған ғана бөлдім. Бірақ тағдырымыз осы, өзіңмен бірге көндім. Сенің ішің толып тұр құсаға. Таң қалдым, адам осынша көз жасты жұта ма? Қалай сен мықтысың, мықтылар бірдеме ұта ма? Мама, сенің темірдей төзімің қуантты. Жылағым кебеді, жұбатты. Мен кеткен жақтағы ғажайып, дәл сенің күлкіңдей шуақты. Есігін ашпаймын, анамсыз. Сіз маған жерде жоқ ғаламсыз. Жағдайым сіздерден тым жақсы, анашым, өмір сүр алаңсыз. Жанында жүректің жатсам да,
жүрекпен бірге бір соқсам да, амалсыз жанымды қалдырып, денемді тапсырдым ақтаңды. Анашым, мен бармын қаныңда, жанымды қалдырдым жаныңда, уайымдап, көп жылап сөкпеші, бір күнәм болса егер алдыңда. Қайырлы күн. Аспан қандай тамаша, әлем қандай тамаша. Далаға шығып рахаттанып тұрмын. Мазам кетіп қалды ғой, қозғалуға шамам келмей, әлсіреп кеттім ба, білмеймін. Тамақты аз жеп жүрмін ба, что-то ауыз ашырды. Сәресте вообще ештеңе ішкен жоқпын, аппетитім болмады бағана. Сонымен өстіп жүрмін. Жатып қалдым ғой бағаналы бері. Сөйтіп таза ауаға шығайыншы деп далаға шықсам, ауламыз сондай керемет болып тұр екен. Машалла деп, альхамдулиллах деп мәз болып тұрмын. Мына біздің көршіміз. Мына стройканың заттары, бірдеңкелер әйтеуір. Қандай да болса, өзіміздің үйіміз, өзіміздің баспанамыз өзімізге ұнайды. Мына жерге иншаллах жазда шай ішеміз деймін. Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Алдарыңызға шықпағалы да біраз болған екен. Оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Мен осылай кішкене еркелеп қалып жатырмын. Арасында әлсіреп шатып қалатын күндерім бар. Ол білмеймін, ол неден екенін, менде негізі жылда солай болады. Ауызашарға бір сағаттай уақыт қалғанда кішкене әлсіреп бастаймын. Сосын тамаққа алданып, әйтеуір тамақ істейтін болғаннан кейін қалай тұрып кеткенімді өзім де білмей қаламын. Аллаға шүкір, Аллахым күш қуатымыздан айырмасын. Жаңа сырттағы видеода мынау неге өз ауласына өзі тамсанып тұр деп түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Біз бұл үйге алдындағы видеоларда айтқанымдай күзде ғана көшіп келген болатынбыз. Этаж үйден кейін төменгі жерге түсу дегеннің қандай бақыт екенін айтпай-ақ түсіне бересіздер ғой. Біз бұл үйге күзде көшіп келгендіктен күн салқын болды, және жаздың рахатын сезініп үлгермедік. Ужинға кішкентай қамырдан бауырсақты да пісіріп жібердік. Пицца да істеп қойдым, 2 пицца. Мына жерге қойдық деп ренжімеңіздер. Мясной пирог жасап қойдым, ана кафель болғасын мұздай деп пісіріп алып қоямын. Сосын кішкентай бауырсақ пісірдік, сонымен әр түрінен. И сорпа бар еще. Мала, дастарханды әжеме. Неха, қой, Имаш? Имаш çok şembani. Елден бұрын тұрып, өзім сәрес ішіп алдым. Балаларым осы творогты онша ұнатпайды. Сонда да дайындап алдарына қояйын деп дайындап жатқанмын. Осылай әр күннен бір үзінді сіздер үшін түсіріп алып отырамын. Ал мынау менің кішкентай Имашым. Имаш деген батыр осындай тентектікті жарты сағаттан сайын жасап тұрады. Біз оған әбден үйренгенбіз. Қалай ұрмайсың деп жататын аналарға мен железный человекпін деп айтамын. Қалжың айтам әрине. Бірақ барынша өзімді ұстауға тырысамын. Әрбір үйдің анасы сияқты балаларымызды сабырмен, ақылмен тәрбиелегіміз келеді ғой.
Осы отырғанның өзінде сіздерге озвучка жасайтын уақытты таба алмай әр бұрышқа тығылып жүрген жайым бар. Бірақ біз сонда да қайтпаймыз ғой, білесіздер. Өздеріңіз білетіндей, менде Аллаға шүкір 6 бала. Алғашқы 4-еуімен менде ешқандай қиындық болған жоқ. Енді Алла сақтасын, бұл 2-еуімен де ондай қиындық жоқ. Но өзім қатты сұрағанмын. Аллах тағаламнан кәдімгідей намаздап тұрып сұрайтынмын, маған егіз ұл нәсіп қылшы деп. Қатты егіз болғанын қаладым. Бірақ Аллах тағала шебер ғой. Менің денсаулығымның 2 баланы бірдей көтермейтінін Аллах біліп тұр. Сондықтан да екеуінің арасына жыл салып қатар берді. Аллахыма сансыз шүкір, сансыз мадақ. Кішкентайымды босанған кезде үлкенім 1 жас 7 айлық болды. Ал біз ол кезде осы 5-ші баламның, яғни палуан дейміз біз оны, палуанымның аяқ асты қойылған диагнозымен алысып жүрген болатынбыз. Менің іштегі баламның 7 айлығында, ал палуанымның 1,5 жасында біз оны невропатологқа апарып қараттық. Оған себеп болды, себебі ол өз атына өзі қарамайтын және аяқ басып, тәй басып жүрмейтін еді ол 1,5 жасында. Мен балдарымда ондай бұрын болмаған. Соны әкесі байқап, қайта маған ескертіп жүрсе де мен бой бермей жүрдім. Әлі күнге дейін оны қабылдау, оны мойындау мен шынымен де ауыр, еске түсіру тіптен қиын. Невропатологқа барған күні оның басын УЗИге түсіріп, басында ми тамырларының қысылып тұрғанын айтты. Сонымен қатар кішкене развитиесінде кешеуілдік бар екенін айтты. Сол күннің ертесіне 1 күнде 1 сағатта қалдырмаңыздар, ауруханаға жатыңыздар деген өкінішке орай онша емес жаңалық айтты. Мен де барлық басқа аналар сияқты басында қабылдай алмадым. Ауруханаға жатамыз, 1-2 укол дәрісін аламыздан кейін шауып кетеді деген ой ғана болды. Себебі менде ондай диагноз жайында ешқандай хабар болмаған екен. Ауруханада 5 күндей жаттық. Магнезия сияқты ауыр әрі оятатын уколдар салды. Ешқашан укол алып көрмеген, дәрі ішіп көрмеген баламды сол жерде укол салатын бөлмеге алып бару мен үшін өте ауыр еді. Бірақ амал жоқ, көнуге тура келді. 1 жасында балам ата, папа, мама деген сөздерді айтып жүрген еді. Оның одан кейін ол сөздерді айтпай кеткенін біз тіпті байқамаппыз да. Галереямызда оның тәтті кездерін түсіріп алған видеоларымызды қарау арқылы осыны түсіндік. Ауруханадан шыққаннан кейін тағы да білікті деген невропатологты іздеп тауып, сол кісіге барып қаралдық. Ол кісі бізге 18 айлық баламыздың 10 айлық даму кезеңінде қалып қойғанын айтты. Басқа айтып жатқан ем шаралары, ақыл кеңестері, жұбату көмек сөздері ештеңке маған уже естілмей қалды десем болады. Жүрегіме қатты тиді осы сөз. Сол күннен бастап мен депрессияға түсіп кеттім десем болады. Себебі кімде болса солай, қандай да бір аурудың ұшқыны шықса, Google ақтарады, YouTube ақтарады, солай емес пе? Және оның арғарайғы последствиясын қарап кетеміз ғой. Егер бұл ауруды емделмеген жағдайда осындайға ұшырайды деген нәрселерді есту маған тіптен соққы үстіне соққы болды. Тіпті осы записті айтып жазып отырудың өзі маған ауыр тиіп жатыр. Әкесінің жөні бір бөлек, өзі туылғаннан осы баланы бауырына басып, алдыңғы 4 баласына қарағанда емес, бұған бір ерекше көңіл бөлетін еді. Өзі туылғанда 4 келі 200 болып туылған, содан біз оны палуан деп атап кеткенбіз. Өзі ерекше балам деп еркелететін едім. Оказывается, әрбір сөзді ойланып айту керегін кейіннен түсіндім. Яғни мен айтпаппын, біздің диагнозымыз СПРР деп қойылды. Яғни даму кешеуілігі, задержка психоречевого развития деген. Қазір бұл диагнозбен 3 отбасының 2-еуі танысып жатыр деп айтуға болады. Өкінішке орай өте көбейіп кетті. Сонымен Ажархан не істеді? Депрессияда неше уақыт болды? Дәрігердің алдында отырғанда бізге айтқаны, бұл неден болады деген кезде, оны ешқандай ғылым әлі зерттеп тапқан жоқ. Қазіргі таңда көбейіп кеткені өзімізге де жұмбақ дегенді айтты. Және бізге нақты сұрақ қойды. Сіздерге бұл диагноздың себебі маңызды ма, әлде лечение ма деген сұрақ қойды. Әкесі екеуміз бірден лечение деп жауап бердік. Егер
тыңғылықты түрде ерінбей бар өздеріңізді арнап баламен жұмыстансаңыздар, бала өз қалпына келіп кетеді, қуып жетеді өзінің қатарын деді. Сол сөздерді еске алып, түрлі подкасттарды қарап, мықты деген білікті дәрігерлердің берген ақпараттарын тыңдап, жан-жақты ізденуді бастадым да кеттім. Егер баламның ары қарайғы сау да салауатты өмірі менің қолымда болса, әуелі Алла әрине, мен неге бұлай бүктісіп жатуым керек деген ойға келдім. Мен қатты сынып, көз жасымды тоқтата алмай қалған кездегі күйеуімнің де еңсесі түсіп кеткенін байқадым. Және сен анау-мынауға сынбаушы едің ғой деген сөзі жаныма батып кетті. Жан-жақтан ауыр сөздерін біздей қадап, жанды ауыртып жатқан сөздер қаншама. Таңнан кешке дейін соткада отырған ғой, балаға қарамағансыңдар ғой, құлатып алғансыңдар ғой деген тілгілеулердің өзі жеткілікті. Білмеймін қайдан күш келгенін, бірақ мен дүр сілкініп, өз-өзімді тез жинауға тырыстым. Себебі мен құласам, ол да құлайтын түрі бар, және біз балапанымыздың болашағына балта шабатын түріміз бар. Барлығы түптеп келгенде әуелі Алла маған келіп тіреліп тұрғанын түсіндім. Содан кейін көздің жасын сүртіп, біздің қолымыздан келеді, жаным, сенің де қолыңнан келеді. Біз бұны жеңіп шығамыз деген мотивацияны күнде айтатын болдым. Анда-мында жүгіріп жүріп, туыстардың көмегіне жүгініп жүріп, квота алып, менің балапаным әкесімен бірге Астанаға қарай жол тартып кетті. Ол жақтағы халықаралық реабилитациялық орталыққа барып орналасты. Менің бармаған себебім, құрсағымдағы бөпем 7 айлық болған уже. Біріншіден ұшаққа мінуге рұқсат жоқ, екіншіден аяқ асты босанып қалу қаупінде жоқ емес. Сонымен олар ол жақта 1 айдай уақыт өткізіп келді. Түрлі жаттығулар жасап, АФК, логопед, дефектолог барлығына күнделікті қатысып деген сияқты. Сонымен әне-міне дегенше менің де босанатын уақытым жақындап, олардың да уақыты бітіп үйге оралды. Олар келе салысымен біз оның диетасын бастап кеттік. Диета дегенді көп адам құптай қойған жоқ, бірақ біз өз дегенімізді жасаймыз, біз өзіміз білеміз деп бет бақтырмадық, және сол үшін өзіме рахмет айтамын. Басы аяғы 3 айдай бала диетада болған екен. Қазір есептеп қарасам, диета болғанда без глютен тамақтармен ғана тамақтандық, себебі асқазан екінші ми деп аталатынын түсіндік. Асқазан арқылы баланың миына да көмек бере алады екенбіз. Без глютен тамақтар өте қиын екен. Балаға ең керек заттар сүт, шекер, мучное, майлы заттар, яғни табиғи емес майлы заттарды мүлдем жеуге болмайды екен. Енді өзіңізде ойланып қарасаңыз, басқа не берем деген кәдімгідей бір тоқырауға келіп қалдым ғой. Бірақ сол амалын тапса қар жанар демекші, котлеттер жасай бастадым, күріш қайнатып беретінмін. Кашаларында түр-түрі бар екен, без глютен кашалар. Содан кейін арнайы сондай магазин тауып алып, сол жақтан шоколадында, печеньесінде барлығын без глютенін тауып алуға тырыстық. Бірақ өте қымбат болады екен. Табиғи заттар шынында да қымбат тұрады ғой. Баланың өзі палуан дейміз, тамақ сау болатында, бірақ сол жейтін нәрсе тауып бере алмайтынмын ғой. Бауырсақ мысалға пісірмей қалдым үйде. Олар оған пісірмегендіктен, оған шектеу қойылғандықтан менің басқа балаларыма да ол үлкен әсер етті. Балада агрессия болды. Оны логопедке апару, оны АФК-ға апару біз үшін үлкен бір машақат болатын. Себебі бала бел ортасында далада жүрмей жерге жатып алатын, жер тепкілеп жылайтын, ештеңеге көнбейтін, ештеңеге алданбайтын, қорсылдап жүріп өткен қаншама күндерді бастан өткіздік. Қыздарыма да өте үлкен ауыр болды деп айта аламын. Себебі үйден біз теледидарды ағытып тастадық, ешқандай теледидарды қоспайтынбыз. Тек қана ол ұйықтаған уақытта 1 сағатқа ғана қосатынбыз. Және сол сияқты телефондарында балалардың көп бермей шектеп қойдық. Жалпы қысқаша айтқанда, баланы мүлдем өзімен өзін оңаша қалдырмайтынбыз. 1 минутқа да. Басқа түссе баспақшыл деген ғой, тіпті үйдегі балаларым да үйреніп кетті. Ей, Досик, сен өзіңмен өзің отырып қалдың ғой, кел ойнаймыз дегенді бүкіл балаларымыз өз мойнына жүктеп алғандай. Үйдегі барлық ойыншық, барлық тапсырма, үйдегі айтылатын әңгіме барлығын дауыстап айтып, анық етіп сөйлейтінді шығардық. Мысалға, мынау пультты алып кел, пультты мында қойдым, пультты астына қойдым деген сияқты түсінікті етіп сөйлейтінді шығардық. Солай балада түсінік келді, одан кейін тілі шықты, альхамдулилля. Міне, қараңыздар қыздар, мынау менің өздеріңізбен бірге дайындаған заготовкілерім, жуаларда, болгарскийде, мынау еттерде осылай турап салып қойған болатын. Кішкене соевый соус қостым. Енді міне морковь қосып жатырмын. Сковородкамен мән бермеңіздер, жумадым жаңа жұмысқа қойылған. Сковородка еді ғой, сонымен айналасын бәрі.
сатал болды. Уақыт жақын болып қалды, оразаның уақыты, ауызы шармақ. Мен осылай қапылып жатырмын. Міне осылай керемет болып қазір подлив дайын болады. Бетін жабамын да шаруама кеттім. Тағы бір кешті батырып, тағы бір ауызашар. Аллаға шүкір, балапандарым жақсы тамақпен тамақтансыншы, бір қызықты, интересный тамақты жеп, аппетиттері ашылсыншы деп осылай түрлі тамақтарды істеуге тырысамын. Оларға осындай кафедегідей, ресторандағыдай тамақтар ұнайды, осындай оформлениемен міндетті түрде. Сол үшін осылай жасаймын. Сол манағы әңгімем, Аллаға шүкір, қазіргі таңда балам 3,5 жаста. Тілі шықты, понимание келді. Енді кішкене бар отставание, но біз үздіксіз жұмыстануға тырысамыз. Баланы жалғыз қалдырмаймыз. Жиі прогулка, ертегілер айтуға, сұрақ жауап, міндетті түрде түрлі ойыншықтар, әйтеуір баланың дамуына қандай пайдасы бар дүние болса, соны міндетті түрде әрекетке қосуға тырысып отырамыз. Осы орайда мен әкесіне өте үлкен алғысымды айтқым келеді. Мен кішкентайыммен, 40-нан шықпаған балапанмен өзімен тіптен әлек болып жүргенде әкесі өзі апарып, өзі әкеліп, логопед, АФК, дефектолог барлығына өзі тасып, өзі жүгіріп, өзі жұмыстанды. Үйде де солай түрлі ойындар жасататынбыз, жаттығулар жасататынбыз. Оның бәрінен қазір өткенімізге тіптен өзімнің де сенгім келмей, көзіме жасалып отырған жайым бар. Бұның барлығы тек қана біздің еңбек деп айта алмаймын. Әрине Аллахтан көп бізге көмек болды. Аллахыма біз күнделікті жалынып, жалбарынып дұға еттік және дем салатын болып, күнделікті салатын кездеріміз де болды. Қалған әңгімені келесі видеода айтайын. Сіздермен болған Ажар Шебер. Ал қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Алдарыңызға сәл кешігіп шығып жатқан жайым бар. Себебі көріп тұрғандарыңыздай өте көп жұмыс жасалды. Жасалған полуфабрикаттар бар, заготовки, заморозки барлығы орын алып, бірінен соң бірін морозильникке сыйғызталмай, одан қатқанын күтемін, әйтеуір сөйтіп жүргенде біраз уақыт өтіп кетті. Енді міне монтажға тағы да уақытым кетіп жатыр. Мен сырдың осындай моцарелланың 2 килограмдығын бірден аламын. Себебі соның өзі бізге бір 2-3 рет жасағанға ғана жетеді ғой. Себебі өздеріңіз білесіздер, балалар сырмен жасалған кез келген тағамды жақсы көреді. Даже вермишель қуырсаң да, мама бетіне сыр себейік деп күтіп отырады ғой. Мен балапандарымның үлкен 3-еуі де ауыз бекітіп жатыр. Сондықтан сырмен көбірек жұмыс жасағым келді. Осылай піскен жұмыртқаны алып, және сырды алып, екеуін теркадан өткізіп аласыз да. Ішіне бір шикі жұмыртқаны қосып араластырып, слоеное тестоның ішіне салып, одан кейін духовкаға пісіріп аламыз, бетіне жұмыртқа жағып.
өте керемет дәмді болады ысылай жегенде. Сәресіге көмегі болсын деп осылай бір түрін жасап қойдым. Алдында қарап өткендеріңіздей барлық тестомен өте үлкен жұмыс жасаймын. Қамырдың иін қандыру үшін бір 3-4 сағатым жұмсаймын десем өтірік емес шығар. 5 минуттай қайта қайтарып, одан кейін жауып қойып бетін жарты сағаттан қайта келем деген сияқты. Өте күшті, эластичный болып, әдемі болып шығады. Кеспе көжеге, лағманға, пельменге, мантыға, барлық нәрсеге сол тестоның құрамы өте береді. Өзіме солай жұмыс жасаған ұнайды. Енді мына жерде мен котлетпен және тефтелімен жұмыс жасайын деп тұрмын. Бұл жерде де мен котлеттің процесін көрсеткен жоқпын, қалай дайындау керегін. Мына жерде күріш қосылған фарш, яғни жуа, фарш, чеснок, тұзын бұрышын қосып және көп араластырып, жаңағындай лақтырып дейді ғой, қайта поварлар істеп жатады ғой. Соны действительно мен де соны көп жасаймын, себебі сол кезде ғана сіздің фаршыңыз послушный болып, бір-біріне жабыспай әдемі болып түседі. Котлеттер дайын. Енді осылай етіп үлкен дөңгелек котлеттерді формаға салып жасап жатырмын. 8 штук жасадым, үйде 8 адам болғаннан кейін. Бұйырса бургер немесе бетіне сыр салып, атын білмеймін, әйтеуір бір күшті бір тамақтар жасаймын деп духовкаға ойлап қойдым. Мына жерде бауырдың котлеті өте көп жасаған едім. 4 тарелканы толтырып балдар жеп қойды біразын. Бұл кезде бізде ораза басталмай тұрған кез болатын. Өте жақсы жеді балдар. Одан қалғанын осылай пакеттерге салып, морозилкаға салып қоямын бұйыртса. Тамаққа дайындайтын кезде кез келген гарнирді салып, котлетмен осылай котлеттерді қойып берсем, балалар жақсы жейді. Ауыз бекіткен кезде ештеңкеге шаман келмей қалады ғой, әсіресе бастапқы кездерде. Мен айтпаймын, бұл мен жасаған тағамның барлығы 1 айға жетеді деп. Басқа менде тураулы еттер тұр, тураулы дайын фарштар тұр, тураулы морковьтар, жуалар деген сияқты маған басқа жағынан да көмектесетін дүниелерім дайындап қойғанмын, бірақ сонда да 1 айға жететін тағам дайындадым деп айта алмаймын. Бірақ бастапқы уақытта оразан жаңадан адаптация болып үйреніп келе жатқан кезде қатты әлсіреп қалатын жағдайым бар. Тамақ жеп қалған ауыз деген сияқты. Сондықтан өзіме жеңіл болсын деп осылай дайындап қойдым. Мына жерде морковьтарды және жуаларды өстіп турап дайындап қойдым. Ашып, турап, шашап жүрмейсің.
мінекей дайын болды барлығы. Кеспе көжеге арнап қатырып қойдым тоже. Қайтадан морозилке саламын қазір. Пельмешке өте майда қылып жасадым, кішкентай ғана қылып. Самсалар. Нан ішінде сыр мен піскен жұмыртқа. Мына жерде котлеттер таза еттен. Надан, кажется, бургер жасаймын деп ойладым. Здесь тефтельки күрішпен. 2 поток қылып жасадым. Мындай кішкентайлары, үлкендері қазір іріктеп пакеттеріне саламын. Содан кейін шикі жуа, шикі морковь, маған көмек болады бұйыртса тамақ істегенде. И мыналар бауырдың котлеті. Қазы қайнатып қойдым, сәресіге бұйырса. И мына жерде қуырдақ. Піскен 2 қуырдақ, астына тек картофель сала қоятын қылып. Осындай дүние жасадым. Бір күннің ішінде жасауға болады, оказывается. Әженіне келдік те. 2 кеште осылай аяқ астынан атамыздың үйіне келді. Бұл біздің папамыздың, қайнатамның, яғни үлкен ағасының үйі. Осындай бала шағаға апатайымыз Алматыдан осындай сыйлықтар алып келіп, балалар базарлыққа мәз болып жатыр. Каналым пайдалы болған болса, маған подписация етіп лайк басыңыздар, колокольчик қойыңыздар, чтобы келесі видеоны бірінші болып көру үшін. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздермен болған Ажар Шебер. Ал қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Алдарыңызға сәл кешігіп шығып жатқан жайым бар. Себебі көріп тұрғандарыңыздай өте көп жұмыс жасалды. Жасалған полуфабрикаттар бар, заготовки, заморозки барлығы орын алып, бірінен соң бірін морозильникке сыйғызталмай, одан қатқанын күтемін, әйтеуір сөйтіп жүргенде біраз уақыт өтіп кетті. Енді міне монтажға тағы да уақытым кетіп жатыр. Мен сырдың осындай моцарелланың 2 килограмдығын бірден аламын. Себебі соның өзі бізге бір 2-3 рет жасағанға ғана жетеді ғой. Себебі өздеріңіз білесіздер, балалар сырмен жасалған кез келген тағамды жақсы көреді. Даже вермишель қуырсаң да, мама бетіне сыр себейік деп күтіп отырады ғой.
Мен балапандарымның үлкен үшеуі де ауыз бекітіп жатыр, сондықтан сырмен көбірек жұмыс жасағым келді. Осылай піскен жұмыртқаны алып және сырды алып екеуін теркадан өткізіп аласыз да, ішіне бір шикі жұмыртқаны қосып араластырып, слоеное тестоның ішіне салып, одан кейін духовкаға пісіріп аламыз, бетіне жұмыртқа жағып. Өте керемет дәмді болады ысылай жегенде. Сәресіге көмегі болсын деп осылай бір түрін жасап қойдым. Алдында қарап өткендеріңіздей барлық тестомен өте үлкен жұмыс жасаймын. Қамырдың иін қандыру үшін бір 3-4 сағатым жұмсаймын десем өтірік емес шығар. 5 минуттай қайта қайтарып, одан кейін жауып қойып, бетін жарты сағаттан қайта келем деген сияқты. Өте күшті, эластичный болып, әдемі болып шығады. Кеспе көжеге, лағманға, пельменге, мантыға, барлық нәрсеге сол тестоның құрамы өте береді. Өзіме солай жұмыс жасаған ұнайды. Енді мына жерде мен котлетпен және тефтелімен жұмыс жасайын деп тұрмын. Бұл жерде де мен котлеттің процесін көрсеткен жоқпын, қалай дайындау керегін. Мына жерде күріш қосылған фарш, яғни жуа, фарш, чеснок, тұзын бұрышын қосып және көп араластырып, жаңағындай лақтырып дейді ғой, қайта поварлар істеп жатады ғой. Соны действительно мен де соны көп жасаймын, себебі сол кезде ғана сіздің фаршыңыз послушный болып, бір-біріне жабыспай әдемі болып түседі. Котлеттер дайын. Енді осылай етіп үлкен дөңгелек котлеттерді формаға салып жасап жатырмын. 8 штук жасадым, үйде 8 адам болғаннан кейін. Бұйырса бургер немесе бетіне сыр салып, атын білмеймін, әйтеуір бір күшті бір тамақтар жасаймын деп духовкаға ойлап қойдым. Мына жерде бауырдың котлеті өте көп жасаған едім. 4 тарелканы толтырып балдар жеп қойды біразын. Бұл кезде бізде ораза басталмай тұрған кез болатын. Өте жақсы жеді балдар. Одан қалғанын осылай пакеттерге салып, морозилкаға салып қоямын бұйыртса. Тамаққа дайындайтын кезде кез келген гарнирді салып, котлетмен осылай котлеттерді қойып берсем, балалар жақсы жейді. Ауыз бекіткен кезде ештеңкеге шаман келмей қалады ғой, әсіресе бастапқы кездерде. Мен айтпаймын, бұл мен жасаған тағамның барлығы 1 айға жетеді деп. Басқа менде тураулы еттер тұр, тураулы дайын фарштар тұр, тураулы морковьтар, жуалар деген сияқты маған басқа жағынан да көмектесетін дүниелерім дайындап қойғанмын, бірақ сонда да 1 айға жететін тағам дайындадым деп айта алмаймын. Бірақ бастапқы уақытта оразан жаңадан адаптация болып үйреніп келе жатқан кезде қатты әлсіреп қалатын жағдайым бар. Тамақ жеп қалған ауыз деген сияқты. Сондықтан өзіме жеңіл болсын деп осылай дайындап қойдым. Мына жерде морковьтарды және жуаларды өстіп турап дайындап қойдым. Ашып, турап, шашап жүрмейсің.
Сонымен мінекей дайын болды барлығы. Кеспе көжеге арнап қатырып қойдым тоже. Қайтадан морозилкаға саламын қазір. Пельмешки өте майда қылып жасадым, кішкентай ғана қылып. Самсошки, самсалар. Нан ішінде сыр мен піскен жұмыртқа. Мына жерде котлеттер таза еттен. Надан, кажется, бургер жасаймын деп ойладым. Здесь тефтельки, күрішпен. 2 поток қылып жасадым. Мындай кішкентайлары, үлкендері қазір іріктеп пакеттеріне саламын. Содан кейін шикі жуа, шикі морковь, маған көмек болады бұйыртса тамақ істегенде. И мыналар бауырдың котлеті. Қазы қайнатып қойдым, сәресіге бұйырса. И мына жерде қуырдақ. Піскен 2 қуырдақ. Астына тек картофель сала қоятын қылып. Осындай дүние жасадым. Бір күннің ішінде жасауға болады, оказывается. Әженіне келдік те. 2 кеште осылай аяқ астынан атамыздың үйіне келді. Бұл біздің папамыздың, қайнатамның, яғни үлкен ағасының үйі. Осындай бала шағаға апатайымыз Алматыдан осындай сыйлықтар алып келіп, балалар базарлыққа мәз болып жатыр. Каналым пайдалы болған болса, маған подписация етіп лайк басыңыздар, колокольчик қойыңыздар, чтобы келесі видеоны бірінші болып көру үшін. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздермен болған Ажар Шебер.